сабағымыз бастамас бұрын балалар топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін барлығымыз ортаға келіп, біздің киіздерімізді ойымызды немесе астығымызды аламыз. Алдық, ортада тұра тұрайық. Енді ашып, скрепканы ашып, ішіндегі топтарымызды көріңіздер, және әркім өз тобына отырыңыздар, е? Үшінші топ, міне мына топ. Асып болайсам. Отыра қойыңдар. Әр топта 6 оқушыдан болу керек, е? Махамбет қайтып топ? Үш бұрта отырыңдар. Әр топта 6 оқушыдан. Әркім өз тобына отырып қоя. Өте жақсы. Әр топқа 3 баладан бір топта дәл тұтыңыз, е? Ендеше бүгінгі сабақты бастамас бұрын топтардың міндеттерін атқарушыларды анықтап алайық. Бірінші топтың топ басшысы кім? Бақылаушысы кім? Амина топ басшысы. Уақытқа қарап отырасыз. Таймкипер Аружан және бақылаушы. Сен таймкипер, Амина, Аружан бақылаушы. Бақылаушының міндеті тыңдай, таптаға бір топ шыққанда, қорғап жатқанда топта не істейміз? Тыңдап, дайындап отырамыз. Екінші топтың топ басшысы. Уақыт сен уақыт қайда қалай? Арман, бақылаушы. Үшінші топта топ басшы. Қарақат, е? Сіз ба Айзере? Бақылаушы? Әсел. Таймкипер? Балалар, ендеше біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуалға өзімізді дайындап алайық, сабаққа. Бүгінгі сабағымызға бізге Қайырлы күн нөмірі 53-ші орта мектебінің 9-шы сынып оқушылары. География сабағына қош келдіңіздер. Облыс көлемінде өткізіліп отырған сабақта сәттілік тілеймін. География пәнінің қиын да қызықты тапсырмаларын орындауда белсенділік танытасыздар деген сенімдемін. Рахмет, я білім министрлігінің қалауға ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бірінші үй тапсырмасына шолу жасап өтуге тақтаға қараймыз. Алдарыңызда бағалау тұр, я бәйге бағалаумен бағалаймыз. Әрбір оқушы бір сұраққа дұрыс жауап берсе, артымыз бір неге секіріп отырады. Ендеше тақтаға қарайық. Кім дұрыс сұраққа жауап береді, топ басшылар бір Мадияр, төрт оны бар. Өте дұрыс. Келесі. Екінші топтан Армен. Дұрыс, Түркістан облысы. Келесі үшінші топтан бір. Махамбет. Жеті ірі табиғи аудан бар. Жақсы, келесі. Қазақстан территориясында толығымен. Әлімхан. Кори. Жақсы. Админқа. Жауап қыларға бір бал Кім дұрыс жауап береді, сол жерде бір үшінші топ. Қанша пайызын алып жатыр? Өте жақсы. Ландшафт сөзі қандай ма? Рамазан айтамыз? Жергілікті жер. Көрейік. Өте жақсы. Қанша пайызын алып жатыр? Қанша? 45 пайыз. Өте жақсы. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи мұралар тізімі. 2003. Жақсы. Арманға бір бал қояйықшы.
ya. Al cevap vermеген оқушылардан атты алып тастаңдар ya. Келесі топтық жұмысқа тапсырма беріледі. Ендеше үй тапсырмасын еске түсірдік. Өткен тақырыпты еске түсірдік, ya. Құрметті топтар, ендеше бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастау үшін барлығымыз тақтаға қарасақ. Тақтада не көріп тұрмыз? Бұл жерде жоғарыда бір сурет, төменде бір сурет бар. Жоғарыдағы сурет Айтылған. Қандай кешен? Жоғарыда, яғни жайлау ауыл, ал астында қала. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығының ұқсастығы? Ұқсастығы екеуінде де адамдық, яғни тіршілік өте. Жайлауда табиғат өте керемет, таза, жасыл шөптер, ал қалада мегаполис, үлкен ғимараттар, неше түрлі үйлер. Өте жақсы. Отыра ғой. Нұрсұлтан. Қалада ауа ластау, ауылда ауа тазалау, және де ауылда мал бағылады, және де егін шаруашылығымен айналысуға болады. Қалада ондай мағлұматтар жоқ. Өте жақсы. Осы өзгеріске не әсер етіп жатыр? Антропогендік іс-әрекеттер. Өте жақсы. Антропогендік іс-әрекеттер. Демек, табиғаттың осы жағдайынан келесі жағдайға өту үшін қандай іс-әрекет болу керек екен? Адами іс-әрекеттер немесе антропогендік фактор дейміз. Отыра ғой. Енді осы тақырыптан қарай біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы табиғи кешендерге әсер ететін нелер? Антропогендік іс-әрекеттер. Қандай мақсатқа жетуіміз керек деп ойлаймыз? Осы өзгерістерді не істейміз? Анықтаймыз, өте жақсы. Тағы да не істейміз? Әсерін түсіндіреміз. Тақтаға қарайды. Сабақтың мақсаты антропогендік факторлардың табиғат кешендеріне әсерін түсіндіреміз және оның деңгейлерін анықтаймыз. Өте жақсы. Ендеше келесі кезең бізде жалпы осы факторлар қалай әсер етіп жатыр? Қысқаша бір видеороликке назар аударайық. Жер бетінен тау жұмыстарын өндіру үлкен бизнесті. Ірі техникаларды және көлемді кеніштерді қамтиды. Тау жынысын өндіру жұмыстары даулы мәселе, бірақ кейбір шаралар арқылы оның жағымсыз әсерлерінің алдын алуға болады. Корейлер көбіне жұмыс орны шектелген ауылдық аймақтарда кездеседі. Жұмысқа сол өңірдің тұрғындарын тартып, оларды кәсіби дайындықтан өткізу арқылы Корея иелері жергілікті аймақтың экономикалық және әлеуметтік жағдайына оң әсерін тигізе алады. Жергілікті кәсіпорындарды қолдап салықтың өз деңгейінде төленуі де жергілікті қауымдастыққа пайда келтіріп отыр. Кен орындары өте көп мөлшерде материал өндіреді, және олар өзге жерлерге жеткізілуі тиіс. Егер де бұл материалдар тас жолдың орнына темір жолмен немесе су арқылы жеткізілсе, тасымал шығыны мен қоршаған ортаға тигізетін кері әсері аз болады. Сондай-ақ кен орындарының көлемі шектеулі болуы мүмкін. Бұл олардың ландшафты бұзуын шектеп, өндіріс деңгейін төмендетеді. Кен орындары аймақтың жерін және еңбек күшін пайдалану арқылы ауыл шаруашылығы мен туризм секілді салаларды ығыстыруы мүмкін. Бірақ қолданыстан шыққан кен орындарын осы теріс салдарға қарсы қолдануға болады. Кен орындарының иелері қауымдастықтармен біріге отырып, қолданыстан шыққан жерлерді түрлендіре алады. Қысқаша мәлімет, жалпы енді бірінші тапсырмамыз бізде топтық жұмыс. Енді мен сізге тағы бір мәлімет айтып өтейін, қысқаша ғана. Тақтаға қараймыз. Осы антропогендік факторлардың әсерімен Қазақстанның табиғат кешендері жалпы жер ресурсын игеру 4 типке бөлінеді екен. Қандай? Өте жақсы. Көліктің маңызы бұл жерде осы үшеуінің бір-бірімен байланыстырады, тасымалдайды. Енді бірінші тапсырма, тақырып түсінікті болса, бірінші тапсырма бізде топтық жұмыс. Мен топтарды
ауыл шаруашылығы өндірістік және рекреациялық аймақтарды сипаттаймыз деп бөлдім. Мына жерге дескриптормен бірге өндірістік аймақтар Қазақстанда қай жерде таралған, жалпы осы өндірістік фактордан қандай проблема туындайды және бір термин осы салаға, иә? Бірінші топ ауыл шаруашылығы, иә? Қазақстан ауыл шаруашылық саласы өте жақсы жүргізіледі. Осы ауыл шаруашылығында игерілген жерлер, қай жерлерде, жалпы туындаған проблема және бір термин. Дескрипторға 4 балл. Толық орындаған топ 4 балл алады, иә, топ басшылары. Үшінші топта рекреациялық аймақтар. Қазақстан рекреациялық аймақтарын түсіреміз және міндетті түрде Алматы облысындағы рекреациялық аймақтарды белгілейміз. Тұрып қозғалуға болады, өз орнында. Уақытқа қарай, иә, балалар 1 минут, 5 минут дайындалуға, 5 минут қорғауға. Bir terminde 1 bal var ballar. Kalın. Bak getirebilir mi? Kalın. Контекстке қарап қойсаңдар да болады, алдарына қосымша контекст қойыңыздар. Алматы облысындағы рекреациялық жергілікті жерде. Уақыт қалды. Қорытындылаймыз. Bir minut vakti.
Дайын болсақ, шыға беруге болады уақытқа қарап. 30 секунд уақыт жарайды. Birinchi topdan boshlab, ya, qay top dayın? Birinchi top dayın kelyapti. O'rtada ikki topdan baqlovchilar kimlar o'tiradi? Яғни оның проблемасы ол жерде көбінесе су және жер эрозиясы байқалады. Және де топырақ қабілет ішіндегі өнімдерді төмендетеді. Ауыл шаруашылығына байланысты термин ол су мелиорациясы, егістік жерлерді жасанды түрде суару. Мелиорацияның басқа да түрлері көп. Тақтада 4 скриптор орындалды ма? Орындалды. Яғни 4 балдан топтық жұмысқа береді. Екінші топ студентті өндірістік игеру. Қазақстанда өндіріс оның 0,1% алады. Жер территориясының 0,1% алады. Карьералар, шахталар және кен орындары жатады. Өндірістік аймақта Ақтау, Қарағанды, Ақтөбе, Қоңырат, мыс кен орны. Проблемалары жер эрозиясы және де топырақтың құнарсыздануы. Термин сөздері рекультивация, бұзылған ландшафтардың өнімділігін, шаруашылық және эстетикалық құндылықтарын жасанды жолмен қайта қалпына келтіру. Өте жақсы. Рекультивация жасалса, ол жерді қайтадан не істеуге қалпына келтіруге болады және пайдалануға болады. Тақтада берілген дескрипторлар орындалды ғой? Сәйкес келіп тұр ма? Келіп тұр. Өте жақсы. Топ басшысы 4 балдан қоямыз. Қанқан оқушылар бар. Үшінші топ. Сіздер қай саланы? Рекреация дегеніміз адамның еңбек процесіне жасалған дене және рухани күштердің қалпына келтіруін дамыту, яғни рекреация дегеніміз демалыс аймақтары, демалыс орындары жатады. Бізде рекреация орындарына жатады Шымбұла, адам қолымен жасалған, Алматы облысында, Медеу, ол да Алматы облысында, Көлсай бізде тоже Алматыда орналасқан. Түрген Алтын Емел Алматыда орналасқан. Ерекше қорғалатын табиғи аймақ. Және де рекреацияға солтүстік жатады. Солтүстікте Бурабай көлі бар. Солар рекреацияға жатады. Енді термин. Рекреация. Рекреацияның өзі термин болып саналады. Қандай мағына береді? Адамның еңбек процесіне жасалған. Еңбек процесі кезінде жасалған емді немесе сауықтыру шаралары. Осындай аймақтарды біз рекреация немесе қайта қалпына келтіру, жалпы адамның денсаулығын. Картаға түсірдік, рекреациялық адамдар таптық және туристік аймақтарды сипаттап шықтық. Жергілікті жердегі. 4 балл қоямыз, топ басшылар. Енді үшінші топқа екінші топ кері байлансайдақшы кішкене. Тағы түстікті болды ма? Үшінші топқа екінші топ. Оңыза тұрамыз. Қандай? Бір ұнаған жері қай нені білдік біз? Мен Алматыдағы қолдар
duydum. Өте жақсы отыра ғой. Ал бірінші топ. Кері байлар. Қай топқа? Екінші топ өндірістік жағдай сипаттады, үшінші топ рекреациялық аймақтар сипаттады. Айта ғой, Жазып ханым. Екінші топ, яғни Қазақстандағы кен орындарын сипаттады. Маған өте ұнады, олар жақсы түсіндірді. Және де қалай өндіру керек, толығырақ бәрін түсіндірді. Түсінікті болды ғой. Өте жақсы, рахмет. Үшінші топ. Бізде бірінші топ шаруашылық, мал шаруашылығы жайлы сипаттады, және олар Қазақстанның қай жерінде судың аз тапшы болатынын және де қандай салдарға алып келетінін бәрін жақсы ашық айтып түсіндіре алды. Әсіресе проблемалар талдады. Өте жақсы. Ұнаса, өте жақсы. Енді топтар жинақталып, біз келесі кезеңімізге өтейік. Біздің келесі кезеңімізде елестетіп алайық, иә? Проблемалар талдадық, аймақтарды көрдік, білдік. Енді бізде сергіту сәті. Сергіту сәті осы бүгінгі тақырып бойынша айтылған сұрақтарды бір тауып өтейік. Кім жауап бере алады? Тұрып, сәйкестендіруге. Бірінші. Тоқта, бірінші. Апай, Кері ғой, Арман. Апай, мен сәйкестендірейік. Апай, мен шығайыншы. Сүйрет. Өте жақсы. Екіншісі бұл теміржол. Ұзындығы. Өте жақсы. Келесі бізде мынандай көрініс. Қайсысына жатады? Қайсына топтан? Қарақат кетші, үшінші топтан. Сен таулайға құрсынайға қайсынан келеді ол? Апа, рекультивациялық ландшафт. Рекультивациялық ландшафт. Қайсына келеді? Өзгермеген табиғи ландшафт деген ғой мынау. Қазақстанның 7-ден 1 бөлігін алып жатыр. Иә? Отырады, жақсы. Келесі. Бізде қандай сурет мынау? Қандай ландшафт? Рекреациялық. Мадияр келеді. Апай, мен шайыншы. Қазақстанның 0,1%-ын алды. Апай, Апай, мен шайыншы. Апай, мен шайыншы. Ауыз мынау? 1923 жыл. Апай, мен шайыншы. Шыққан, шықпағандай. Жақсы. Жаңағы дұрыс 20-ші жылы бізде шаруашылық игеріле бастады, иә? Сергіп қалдық па? Сергіп қалдық. Ендеше біздің география сабағында негізгі жұмысымыз не? Картамен жұмыс істейміз, иә? Енді біз жұппен жұмыс істесек, енді жұппен жұмыс жасаймыз. Топ басшылары, жаңағы тақтаға шыққан сергітуге емес, топтық жұмысқа шыққан балдарын қойып отырамыз, иә? Енді мен сендерге жұппен жұмыс беремін. Сендерде 8-ші кестеде, 8-ші кесте ме? Оқулықта қаншалықты өзгерген аймақтардың проценттері және аудандары бойынша бөліністер жазылған. Так, екі оқушыға мен Қазақстан бойынша берейін. Иә? Қазақстан бойынша сипаттаймыз. Қалған жұптарға Қазақстандағы аудандар бойынша берем, иә? Барлығына беріледі. Әр ауданның өзінің қаншалықты өзгерген екенін осы диаграммаға түсіріп есебіміз. Апа, есепте Тақтаға есептеу қадына орындалған. Так, жұппен орындаймыз, иә? 8-ші кестеде әр аудан
жерге түсіреміз, иә? Мамасы мен сөздер көріп мынау жалпы аймағында ең көп қай салаға қолданылады? Жалқаудан жасаймыз. Тек бөліністен бастаймыз. Екінші саннан бастаймыз. Ауыл шаруашылығы, одан кейін тау-кен, мынау дескриптор, иә, тақтада дескрипторға қарап қоямыз. Қай салада қанша пайыз екендігін түсіндіреміз. Дайын болған топтар жүргізуге болады. Апай, бәріміз болуымыз керек па? Жоқ, сен шығамыз. Болды, келе қойыңыздар. Қай аудан? Жетісу қай жерде? Өте жақсы. Жетісуда ауыл шаруашылығы 164,75 пайызда. Қай салаға? Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы. Орта шаруашылығы. Ең аз рекреациялық тау-кен өнеркәсіптік 0,5. әр ауданның өзінің диаграммасын өзіне түсіреміз. Бірақ қай жылдайын? Айзере, Мадина, қай жылдайын? Ең аз қанша процент екен?
Жалпы ауданнан 451,9 километр шақырады. Ауыл шаруашылығы 407,35. Орман шаруашылығы 3 құрайды. Селитепті аймақтар Тау-кен орындары 0,118 құрайды. яғни ең көп қайсалаған кейін айзере солтүстік аймақ сондай-ақ иә балалар көбісін шығып қойдыңдар ғой сондай ауыл шаруашылығы 332,61%-ны құрайды. Рекреация 4,5% құрайды. Маркин өнеркәсібі 4,5%. Өте жақсы отыра қойыңдар. Так, Аружан ай уақыт бар бізде бір жарым. Солтүстік аудан. Ауыл шаруашылығы 414,181, ал тау-кен су шаруашылығы ең төмені бізде 0,33%. Километр квадратты құрайды. Сырым. Селитепті аймақтар. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Түсінікті. Ең көбін ауыл шаруашылығы алды берген селауындар. Осымен аяқталды ғой, иә, соңғы. Ертіс ауданы. Иә. Және де бізде басқа елдер сияқты ауыл шаруашылығы өте қарқынды түрде дамыған. Және де оның ауыл шаруашылығы бізде 338,53 болады. Және де судың жанында орналасқандықтан ода су шаруашылығы мен орман өте қарқынды түрде дамыған. Өте жақсы. Су шаруашылығы бізде 5,83, ал орман 19 болады. Ол жерде бізде тау-кен өндірісі 4,17 болады. Рекреациялық өндірістің 18% алады. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Біз әр ауданды естедік, әр салада қолданылу бойынша естеп шықтық, алдап шықтық. Бізде 2 балл. Түгел сынып қатысты, демек топ басшылары 2 балдан әр топтағы оқушыларымызға беріп шығамыз, е? Топ басшылар бағаласыз ба? Бөлім бойынша. Келесі тапсырма бізде сіздерге бір ғана осындай термин түсініксіз болды ма? Селитепті. Селитепті деген аймақтар, е? Бұл бізде әр топқа жалпы ландшафтардың өзгеруі бойынша біз селитепті аймақтарды кіргіземіз. Селитепті аймақтар
жаңағы табиғат кешенін қалалы жерге немесе құрылыс жүргізілетін болса, ол селитипті аймаққа жатады екен, иә? Осы біздің өзіміздің ауданымызда, Алматы облысында қандай селитипті аймақтар бар? Тұрғын кешендері көбейіп жатқан, немесе құрылыс жүріп жатқан аймақтар білеміз ба? Ауылдар жаңада қосылып жатқан. Жетісу несі? Облысы. Ол жаңадан қосылды, иә? Тағы да қандай бізде ауылдар бар? Қала статусына көшкен қандай ауыл бар еді? Қонай, Қапшағай апай. Тағы да біздің ауданымызда. Жетіген ауылы қазір қандай статусына көшті? Қала статусына көшті, иә? Бұл аймақ енді қандай аймаққа кіреді? Жаңағы біздің айтқан анықтамамыз бойынша селекті аймаққа, себебі құрылыс ғимараттар өте қалалық аймаққа көшкен аймақ. Енді соңғы тапсырма бізде математикалық эстафета. Біз осы өзгерген аймақтарды қаншалықты өзгергендігін коэффициент арқылы табамыз. Ол коэффициент 0 мен 1-дің арасында ғана болады. Оны анықтау үшін дәптерімізді тез ашамыз да есеп шығарамыз, иә? Формуламыз біздің тақтамызда, осы кестені ашыңдар, кітаптарындағы. Мына кестені таптық па? Енді мен жауап берейін, иә? Мына жерде қандай формула бар? Я? Ол нені білдіреді? А деген толығымен өзгерген аймақтар, Б бұзылған аймақтар. 200 деп не үшін алып отырмыз? Себебі толығымен өзгерген аймақтар мен бұзылған аймақтарда біз 2 еселеп аламыз, иә? Себебі әр аймақтың қаншалықты бұзылғанын анықтау үшін осындай формулаға саламыз. Енді мына 2А-ға мынау толығымен өзгерген аймақтар, Б-ға бұзылған аймақтар жазамыз да формулаға салып 200-ге бөлеміз. Сондағы шыққан коэффициент сендерде 0 мен 1-дің арасында ғана болады. 0 мен 1-дің аралығындағы 1-ге жақын болса, демек өзгеріс жоғары, 0-ге жақын болса өзгеріс төмен. Тез-тез уақытқа шығарамыз. Жеке-жеке тақтаға кім шығады? Апай, мен шығайын. Апай, мен шығайыншы. Келе ғой. Апай, кеш қысырым. Шықпай отырамыз, шығарайықшы. Формуланы жазып қояды. Ал апай, бәрін есептеу керек па? Бір ауданда аламыз. Бір оқушы бір аудан. Ақырай теңдеп, кез келген бір ауданда неден қараймыз, иә? Бір ауданда алып. Қысқартырған еңбай ол, байық шығар. Қысқартып тесті шығарасың ба? Бұл қай аудан? Қалғандарыңыз дәптерге орындай берейік, мен аралап көріп шығам. 2 балл мұнда. 2 ауданды жазып өздеріңдер 2 балл аламыз. Қанша брат? Болды коэффициент? 75. Демек ол қаншалықты өзгерген? Өзгеріс қандай? Көп па, аз ба? Жоқ, апай, көп. Апай, болдым мен. Көп апай. Қалай? Жарықтан көп аймағы не істеген екен? Өзгеріске ұшыраған. Тағы бір. Апай. Кім шықпады тақтаға мүлдем? Әсел келші. Басқа бір аудандағы, е? Жаңа қай орындағы? Орындаған болсақ, тез-тез. Қан дәптерлер көрейік. Қарақатта. Қарақатқа 1 балл. Нұрсұлтанға 1 балл. Ауданның атын қасына жазып қойыңдар. Апай, менде болды. Мен 9-да тұрған, мама жолы деген ба? Аудан уже 3-ші аудан жазып отыр. Әлиге 2 балл. Топ басшылары аттарды.
Апай, жетісу шай. Амина өте жақсы. 2 балл Аминада 2 аудан. Апай, жетісу. Аружан, Асен болшы па? Екінші шайбасын. Аружанда 2 балл. Мадиярда 2 балл. Мадина, қанша аудан жаздың? Так, сырымда тақтада біреу, дәптерде біреу 2 балл. Мадинада 1 балл. Әділетте уже екінші шығарып жатыр. Өте жақсы топ басшылары. Болды, осымен аяқтайық. Топ басшылары дәптерлеріне қарап, балдарын қоямыз. Демек, қанша пайызға өзгерген деп айтады? 56 болса? Сәл көбірек, иә? Өте жақсы. Қай аудан? Қай аудан? Орал ауданы. Өте жақсы. Орал ауданында 50% аймақ өзгеріске ұшыраған екен. Болдық қой, иә? Енді біздің соңғы тапсырмамыз түсінікті болды ма? Әр оқушыға балл қойдық қой. Рамазанда бәрі тартылды ма? 2 балл. Бізде максималды балл 2 балл, иә? Ендеше балалар, бүгінгі сабақтың сендерге қандай әсер қалдырды? Алдарыңа кері байланыс берейін. Көңіл күйлеріңді эмоция ретінде көрсетеміз, ал қасындағы тақтайшаға бүгінгі сабаққа кері байланыс жазамыз. Ол анон бердім ғой. Тез отырайыз, иә? Иә, түрлерді. Және тұрып айтуға да болады. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтың алған әсерімізді эмоция ретінде білдіреміз. Жоқ, жаза берді. И еще не істейміз. Кімге берілмей қалды? Барлығымызға жетті ма? Кім тұрып айтады? Рамазан тұрып айтады жетті ма? Нұрсұлтан тұрып айтады. Болып қалды ма? Керемет. Бүгінгі топта, бүгінгі сабақ өте керемет болды, түсінікті болды. Әрі де 3 топ тартысты бір-бірімен жарысып орындады бәрі тапсырмаларды. Сондықтан маған бәрі түсінікті болды. Өте жақсы, рахмет. Болды ма? Айта ғой. Бүгінгі сабақ маған да өте жақсы. Бәйге бағалау бойынша 3-ші топта 10 балл Нұрсұлтан, Махамбет, Қарақат, Айзере, 9 балл Әсел мен Әлиде екен, иә? Екінші топтан кім? Рамазан өз бойынша айта ғой. Маған бүгінгі сабақ түсінікті болды. Және Қазақстанның қанша пайызға өзгергені жайлы толық нақты білдірді. Өте жақсы. Айта ғой. Түсінікті болды, иә? Өте жақсы. Бәйге бағалау бойынша екінші топта барлығы 10 балға жетті. Өте жақсы. Қалғандарын бере берсек болады. Бірінші топ. Бірінші топтан кім ауызша айтқысы келеді? Мадина айта қойшы өзінің пікірін. Сабақтан қандай әсер алды? Бұл мақсатқа жеттік па біз? Басында қойған мақсатымызға жеттік па? Анықтадық па жерлер? Өзгеріске ұшыраған жерлер? Анықтадық, отыра қой. Кім айтады тағы да? Амина, топтың барлығына 10 балға жетті ма? Өте жақсы. Бүгінгі сабақ балдарына қарағанда өте түсінікті болған сияқты. Әсерін, антропогендік әсердің қаншалықты екенін түсіндік па? Мақсатымызға жете алмай қалған кезіңдер болды ма? Жоқ. Кімге түсініксіз болды? Түсінікті болды ма? Өте жақсы. Жақсы, сіздерге көп рахмет. Сау болыңдар.